Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен сіздерге Pinduoduo сайтында киімдерге заказ берген кезде размерлерді қалай анықтаймыз, сол туралы айтатын боламын. Так, мысалы, неше жерде мен двойканы көрене живой фотосы жоқ. Именно осы товарға қалдырған мүлдем осы жоқ. Давайте басқасын көрейік. Мысалы, детский двойка. Живой фотосы 9355. Адамның ішінде осылай тұрады. Размер. 140 бойды заказ берген. Енді размерный рядты қарайық. Неше жерде мысалы мынау бой бойынша, балаңыздың бойы бойынша 190-нан 160-қа дейін бар екен размері. Егер сіздің балаңыздың бойы 120 болса, 120 аласыздар. Келесі астына қарай түссеңіздер, осы магазинде размерный ряд шығады мінекей. Міне размерный ряд. Кішкене мала мерка. Мінекей 185-ке келеді. Мына жерде прям перевод жасасаңыздар болады. Чтобы размерден шатаспау үшін размерный рядты перевод жасап, кәдімгідей балаңызды өлшеп заказ берсеңіздер, размері тура келетін болады. Киімнің размері. Иықтың размері сөйтіп, осылай осы жерге қарап заказ берсеңіздер, размерден шатаспайсыздар. Сосын продавецке балаңыздың бойы мен салмағын жазып жіберсеңіздер, продавецте сізге советует қандай размер заказ беру керек екенін, өзіңізде осы жерлерге қарап заказ берсеңіздер болады. Енді келесі взрослый киімдерді көрейін қазір. Мысалы, мына мужской футболкалар, живой фотоларын қарап аламыз. Фасон фотодағыдай ма емес пе деген сияқты. Кейде фасон сәйкес келмей жатады, киімдерді. Фотода прям күшті болып тұрады да, ал алған кезде непонятно бірдеңе. Сондықтан сондай жағдай болмау үшін киімдердің фасонын осылай живой фотоларға қарап біліп алсаңыздар болады. Келесі, енді осы киімнің размері. Жерде не осылай жоғарда тұр, мына кнопканы бассаңыздар, осы магазиннің размерный ряд шығады. 477 адамның отзывы бойынша размерный ряд мінекей осындай. Ал магазин астында тұрған ол магазиннің размерный ряды. Мынау бірінші тұрған бой, екінші тұрған салмақ, үшінші тұрған ол размер. Мына жерде өздеріңіз байқағандай, адамдардың отзывы бойынша МК размер 55-тен 70 килограммға дейінгі адамдарға арналған. Ал ЛК тоже самый. МК мен ЛК-ның ондай қатты бір айырмашылығы жоқ. Но только бойында. Сосын XL. XL мала мерка болып тұр мына жерде. Байқасаңыздар, Ал магазиннің размері бойынша XL где-то бір 65 сондай адамдарға арналған, килограмм 65, бойы 170-180 адамға арналған XL. Ал адамдардың отзывы бойынша 167-172 бой, бірақ салмағымыз 55, сондай 55-60-қа дейінгі адамдарға арналған деп тұр. Осылай үстіп размерный рядтан байқасаңыздар болады. Давайте дальше кеттік. Енді давайте бір аяқ киімді көрсетейін. Аяқ киімнің размерін қалай таңдау керек.
өзімен осы аяқ киімге қызығып жүрмін. Скоро распаковка жасайтын шығармын. Так, мына жерде размерный ряд 34-тен басталады екен. Ойбай, 50 дейді. Так, мінекей, мына жерде размерный ряд астында тұр. 34-ші размер. Егер сіз аяғыңызды кәдімгі ақ қағазға, томаттерге өстіп сызып өлшеп аласыз. Ең ұзын саусаққа дейінгі қанша сантиметр болады, соған сәйкесінше тапсырыс бересіз. Менде размері негізі 34, нешеде 22 сантиметр делінген. Маған келеді 34. И хочу осыны заказ беруге. Осыны көрсем тоқтай алмай қаламын десем. Так, аяқ киімдерді в основном осылай таңдаймыз. Хоть женский, хоть мужской. Даже балалардікі да тоже сызып, өлшеп барып заказ бересіздер. Мысалы, мужской аяқ киімді көрейік. Мінекей, тоже размерный ряд. Көбінде негізі размерный ряд мына жерде тұрады. Жаңа мен сіздерге көрсеттім ғой. Адамдардың отзывы бойынша и магазиннің размері бойынша. Сонда размерінде осы жерде шығып тұрады кейбір магазиндерде. Егер шықпаса, үстіп астына қарай түссеңіздер, тоже бұл жерде размерный ряд міне жазылып тұр. 39, 24 сантиметр, 24-та 5. 24 сантиметр, 5 миллиметр. 40-шы размер 25 сантиметр. Осылай өзіңізге қажетті размерді таңдасаңыз болады. Сосын тоже продавецте жазсаңыздар болады. Мысалы, 40-шы размер стелка бойынша қанша сантиметр деп сұрасаңыздар, тоже продавец айтады. Соны сәйкестіріп көресіздер жаңағы размерный рядпен. Енді бір детский аяқ киімді көрсетіп жүрейін. Қазір бір детский аяқ киім шықса, мінекей, мынау детский аяқ киім. Тоже мына жерде размерный ряд міне осылай шығып тұр. 24-25 размер 16 сантиметрге келеді дейді. Так, 26-27. Мына жерде маломерка сияқты, негізі в основном 30-шы размер 18 сантиметр болады. Мен балаларға, мен қызыма заказ бергенде көбінде 30-31 заказ берем, 18 сантиметр болады. Ал мына жерде 18 сантиметр, наоборот 28-29 размер екен. Осылай өздеріңізге қажетті размерді таңдасаңыздар болады. Жаңағындай живой фотоларын көріп, мінекей товарлардың. Жаңағы аяқ киімнің живой фотосы. Мінекей мына жерде жазған, көрдіңіздер ме? 32-33 размер алдым, 20 сантиметр делінген. И осы жерде перевод жасап, размері келді ма, кейін жоқ па деген сияқты. Қазір Яндекс перевод қысылып көрейік. Так, качество хорошее, но фасон тоже красивый. Так, это удобно и играет. Мына жерде отзывда да жазыпты. Баланың аяғын сызып, сол бойынша тапсырыс берсеңіздер тура келеді деп. Осылай отзывдарды оқып, размерный рядты қарап, тапсырыс берсеңіздер көбінде размер тура келіп тұрады. Тағы да айта кететін зат, мысалы бір женский киімді көрсетейін қазір сіздерге. Женский киімге заказ берген кезде, мысалы көйлекті қарайын, көйлекті размерный ряд S, M и 2XL бар, S-ка 40 пен 45 килограммға дейінгі адамдарға арналған. Бойы не жерде жазылмаған. Размерный сетка бойынша бірінші тұрған адамдардың отзывы бойынша, 302 адамдардың отзывы бойынша негізі 50 килограммға дейінгі адамдарға келеді екен S-ка. Сосын М-ка тоже бойы уже кішкене сәл ұзындау, не жерде 163. Осылай өзіңізге қажетті размерді осы жерден таңдап аласыздар. Мына жерде тұрған иероглиф бар ғой, соған бір қатты мән беріңіз. Егер осында иероглиф тұрса, осы жерде тұрған санды 2-ге бөлесіз. Сол кезде сіздің салмағыңыз шығады. Сізге қажетті салмақ, мысалы
сіздің салмағыңыз 65 сондай болса, онда сіз 2 заказ бересіз. Ал егер сіздің салмағыңыз 52, там 45 сондай болса, онда СК заказ бересіз. Мына жерде мен өзім менің бойым мен салмағымды жазып қойғам Pinduoduo сайтына. И рекомендую мой размер, маған СК деп тұр бұл жерде. Егер Pinduoduo сайтынан киім, аяқ киім заказ беретін болсаңыздар, осылар размерні рядқа, продавецке жазып, екеуін салыстырып барып заказ беретін болсаңыздар, көбінде размер жақсы тура келіп тұрады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, осы видеомен достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.